Менің анам әйел заты көзге көрінбейтін тылсым күшке ие деп үнемі айтушы еді. Шын мәнісінде бұл сөздің салмағын есейгенде ұқтым. Ол тігін машинасын жанына серік етіп, күн қарайғанша отыратын. Сөйтсем, әр жасаған ісінен күш қуат алады екен ғой. Анамның тіккен әр бұйымымен мақтанатынмын. Өйткені бұл оның еңбегі. Анама қарап, оның жолын қууды армандадым. Оқу, алғашқы табыс, отбасы. Бәрі орынмен, жақсы еді. Алайда алдыда мені не күтіп тұрғанын үш ұйықтасам да түсіме кірмес еді. Сегодня утром на улицах Москвы появились танки и бронетранспортеры. Армия действовала сегодня в Москве быстро и буквально за час-полтора прочно обосновались вокруг Кремля. Согласно самым предварительным расчетам, цены после того, как станут свободными, повысятся минимум в 3-5 раз. В разряд малообеспеченных попадет примерно 80% населения. Алайда алдыда мені не күтіп тұрғанын сезбедім де. Бәрі оңалатынына сеніммен болдым. Сабырлық таныту керек. Болашақтан үміт үзбедім. Тығырықтан шығар жол іздедім. Таптым. Кәсіпкер жолына қадам бастым. Бірақ қиындықтар таусылмады. Құлдырау. Жаңа мемлекеттің қалыптасу сәті. Жаңа мүмкіндіктер туды. Еще один частный банк выступил с инициативой поддержать развитие женского предпринимательства. Менің арманым орындалды. Артқа көз салсам, біздің арқалаған жүгіміз бен басымыздан өткен қиындықтарды кейбіреулер еңсере алмас еді. Бұл біздің ортақ жеңісіміз.